Баршаңызға сәлем, құрметті менің YouTube оқырмандарым және Instagramнан, TikTok арқылы келген оқырмандар. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді, бір жасағаннан шығатын, тіпті қатырып қоюға да арналған тефтелидің жасау нұсқасын көрсететін боламын. Ең алдымен пиязын турап аламыз, дәл осылай аршып, барлық қажетті заттарын сіздерге астыңғы бөлігіне, яғни төменге жазып қоямын. Фарштың үстіне туралған пиязды қосып, бір жұмыртқаны қосып, татымына қарай тұз бұрышын қосамыз да, одан соң алдын ала жуып, дайындап қойған күрішті қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкетіп, енді араластырамыз. Төменге жазылған құрам бойынша барлығын сол дәл құрам бойынша жасаңыздар. Одан артық, мысалға күріші көп, пиязы аз болып қалса да сіздердің тефтелилеріңіз бір-біріне жабыспай, бірікпей, дұрыс піспей қалып шығады. Сол себепті міндетті түрде қазір төменге берілген жаңағы масса, яғни грамдары бойынша өлшеп жасаңыздар. Сонда сіздерде идеальный тефтелилер дайын болады. Мінекей, енді біз тефтелилерді дәл осы қолымыздың көмегімен ирелеңдеп етіп дөңгелектеп шығамыз. Біркелкі форма жасап шығамыз. Енді әр тефтелидің грамы 50 грамнан алып жасасаңыздар болады. Дәл осы құраммен 20 шақты, одан да көптеу жаңағы бізде тефтелилер дайын болады. Енді қызып тұрған майымыздың үстіне пияз және де солонка етіп күштен өткізіп алған сәбізді қосып қуырып аламыз. Міне бізде тефтелилер осылай дайын болады. Енді қуырып дайындап алған пиязымызды жақсылап араластырып жібереміз де үстіне томат пастасын қосамыз. Томат пастасы бізде тефтелиге ерекше дәм беріп тұрады. Сол себепті қоссаңыздар да, егер ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Барлығын жасап араластырамыз. Пияз бен сәбізімізді қуырып аламыз да, енді үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суы қайнағаннан кейін татымына қарай тұзын қосамыз да, дайындап қойған тефтелилерді орналастырамыз. Тефтелиді дәл осы құраммен сіздер духовкаға да пісіре аласыздар, және қатырып қойсаңыздар да болады. Одан соң осылай подливпен жасасаңыздар да болады. Жалпы осы құрам бойынша, төменге жазып қойған құрам бойынша жасаңыздар. Бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз да, одан соң жабық күйінде баяу отта 45 минутта пісіріп аламыз. 45 минутта бізде өте керемет дәмді, асты жабыспайтын сочный тефтелилер дайын болады. Міне қыздар, көрдіңіздер ғой, өте дәмді екені видеодан ақ көрініп тұрған шығар. Ешқандай жабыспай, арасы шикі болмай, әдемі болып пісіп шығады. Және де Instagram парақшама да тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Instagram парақшамда да өте қажетті рецепттермен де бөлісемін, және мастер-класстар бар, түрлі қатысып көрсеңіздер болады. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар, және алдағы уақытта сіздерге ең қажетті рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.